Қырғыздар қазір қазақ тілінде сөйлеп жүр негізі. Ал өз тілін ұмытып қалған. Қазіргі Қырғызстанда тұрып жатқан қырғыздардың киіз үйі, киімі, ақ қалпағы, ішіп жейтін тамағы, барлығы ол қазаққа ассимиляция болып кеткеннен. Нағыз қырғыздар неге айтады олар біз қазақтарға ұқсаймыз? Негізі олар бізге қатты ұқсамайтын. Нағыз қырғыздар Енесей қырғыздар, олар ұнайды ғой оларға айтқан біз Енесейден келдік деп. Енесей олардың отаны, Хакасия қазіргі. Хакастар нағыз қырғыздар. Олардың тілі, киімі, салт дәстүрі, киіз үйі бәрі қырғыздікі сол жерде. Ал олар мына жаққа көшіп келген кезде олар сол жетісудың ұлы жүзінің тілінде сөйлеп бастады. Олар ұлы жүзінің киімін киіп, ұлы жүзінің бүкіл дәстүрлерін ассимилировать етіп алды. Қазіргі мысалы Алматының шет жақтарында жаңағы Кеген деген сияқты жерлерге барсаңыз, ауылдарда олар как будто қырғызша сөйлеп жатқан сияқты сөйлейді. Ч деп сөйлейді, чарын деп солай. Негізі сол жақтың тілі сол. Қазір біз қырғызша деп жүрген тіл ол жай ғана жетісу қазақтарының тілі. Ал батыстың тілі білесіз ғой, андай сәл дөрекілеу деген сияқты, шығыстың тілі өзгеше. Ал қазір неге біз екеуміз бір тілде сөйлеп отырмыз? Себебі сол Алашорданың кезінде орта жүздің тілі монополия орнады.